Алма. Есіміңіз? Гүлнар. Қайда жұмыс істейсіз? Мен енді бұлар сияқты халыққа қызмет емес, енді өзім қарапайым сияқты салфетка шығарамыз. Тазалық қой біздікі. Ұяқ-бұяқ түсіртетін қағаз шығарамыз. Қалай болды? Ұяқ-бұяқ түсіртетін... салфетка дұрыс. Ол сөздің ұяты жоқ, ол күнделікті қолданатын зат. Салфетка бумага, оның ешқандай ұяты жоқ. Біз халық үшін, сендер үшін таза жүрсін деп. Молодец. Қандай фруктен атасыз? Менің фруктем енді жоқ, бірақ айта салайын. Мен жүзім жақсы көремін. Молодец. Есіміңіз? Наргиза, қандай фруктен? Гранат. Молодец. Сондай фруктіге ұқсайтын еркек жақсысыңдар. Еркек. Bir жерімді ана кісі еркек таппай қалды ма не аңғыда? Еркек. Фрукты еркектерден апшырамыз. Сырттан кісілер түске қарай шақырсақ өтмеш. Олар біреуін дауыл болған ма? Еркек. Біреуін тауып көрді ана кісі. Так, қандай фрукты әкелдіңіз? Рахмет. Ананас. Вот ұқсайды, сәл қарайған екен. Так. Ұсқақ деген жүзіндер бар ғой, дәл өтіріп, сондай. Так, сіздікі? Қап-қызыл болып тұр ғой, бұдай. Сізге әкелді? Халал екен, халал. Бір қол салған. Ой-ой. Бірінен біреу сүйреп бөлі алып қоймайсыз. Беремейін десе, жүрек! Екенбіз. Алқор, мені кішкентай жетсайсың. Так, құрметті ханымдар, мырзалар, ойынның шарты 4 би деп аталады. Қазақша, өзбекше, зарабежный, соңында инглишке. Кім мықты білейді? Бас жүлдеге, білмеймін, жігіттер өздері, жезделер ма, өздерінің атынан бір от души бір 20 000 теңге атады. Еспейтін бірсе. Ат қойды, бәсен настроениелер болмай жүрді әпшелер. Так, дайынбыз ба? Бірінші өлең қазақша, шаршама, бас сайда алма. Ананас. Түйе. Шаршама тек шаршама. Ой.